Астана Экспо 2017 мамандандырылған көрмені өткізетін өзге елдерге үлгі. Париждегі халықаралық көрме бюросы елімізде өткен шараға жоғары баға берді. Экспо 2017 көрмесіне қатысуға ниет білдірген мемлекеттер саны 115, ал халықаралық ұйым саны 22-ге жетті. Халықаралық көрме бюросының талаптарына сай жұмыс істедік. Сондықтан бізге жоғары баға қойды. Халықаралық көрме бюросы Астана Экспо 2017 көрмесі болашақта өзге елдерге үлгі болатынын айтты. Сондай-ақ 2017 жылы Пекинде өтетін көрме жайында айтылды. 2020 жылы Дубайда жоспарланған көрменің дайындығы әңгімеге арқау болды. Біз енді бір айдан кейін өтетін халықаралық көрме бюросы бас ассамблеясында қорытынды баяндама жасауға дайындаламыз. Кездесу барысында халықаралық көрме бюросының бас хатшысы Висенте Лассерталис Қазақстанды Экспо көрмесін сәтті өткізуімен құттықтады. Көрмені өткізуде ерекше ықылас білдіріп, қолдау көрсеткен мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа ерекше алғысын білдірді. Экспо 2017 қазақстандықтар үшін маңызды шара болған анық. Шара өте сәтті өтті. Келушілер көп болды. Қаншама мемлекет қатысты. Қазақстан жоғары деңгейде дайындалғаны көрініп тұр. Ұйымдастырушылар қатысушы мемлекеттер көрменің тақырыбына шалды. Келушілер болашақ энергиясы тақырыбында мәлімет алды. Ең бастысы өз көздерімен көріп сезінуге мүмкіндігі болды. Шынымды айтсам, көрме аумағының дөңгелек болғаны мені таңғалдырды. Алғаш рет көрдім. Сондықтан бұлар қалашық аумағына жүру өте ыңғайлы, еш қиындық тудырмады. Бұл идеяны болашақта өзге мемлекеттерге ұсынар едім. Жиында Бейжің 2019, Дубай 2020 көрмелеріне дайындық жайы пысықталды. Сондай-ақ 2022 жылы өтетін Экспо көрмесіне үміткерлер жайы талқыланды. Келесі мамандандырылған көрменің қайда өтетіні қарашада дауыс беру арқылы анықталады.